Сәлем құрметті менің онлайн курсыма қатысушылар. Бүгін 12-ші сабақ ұршық жамбасының дисплазиясы. Қазір бұл дисплазия дегеніміз не? Бұның қандай түрлері бар? Неден пайда болады? Қалай кетіреміз? Деген сияқты бәрін айтамын, түсіндіремін. Өте актуальный тақырып. Екінің бірінде балдарда кездесіп жатады бұл. Өзіңіздің балаңызға қалай анықтауға болатынын көрсетемін. Үй жағдайында негізі ортопед маман анықтайды. Так, бастаймыз. Достар, бұл ұршық жамбасының дисплазиясы дегеніміз. Вот мынау ұршық, мынау ұршық. Бұл ұршық жамбасының дисплазиясы бірнеше неге бөлінеді. Мысалы, баланың сіңір тартылып қалады, шаты ашылмайды. Сіңір тартылуды да дисплазия дейміз. Және де ұршығы тайып кетсе, тоже дисплазия. Дисплазия жатады бәрі. Ұршығының жамбасы жоқ болады біреулерде. То есть ұршығы жоқ болады екі жағында. Тоже дисплазия. Немесе бір жағында ұршық бар, бір жағында ұршық жоқ. Односторонний дисплазия, двухсторонний дисплазия деген бар. Мысалда бір жақтық дисплазия. Немесе екеуінде де ұршық бар, бірақ кішкентай точка сияқты болып тұрады ұршық. Тоже дисплазия. Бұны негізі точный диагнозын ортопед мамандары рентген арқылы анықтайды. Түсініңіздер ғой да? Осыны дисплазия дейміз. Және де ұршығы орнынан тайып кетсе, подвывих. Міне, ұршық, мынау ұршық, мына жерде тұру керек қой, по идее. Мынау шығып кеткен. Ұршық жамбасының дисплазиясы тоже бұл кішкене ауырлау түрі. Бұны тоже өте опасный процесс, массажға келмейді бұл. Арнайы ортопедтер рентген, шина, общем, сондай заттар назначение береді. Немесе чуть-чуть шығайын деп тұрады. Ондай да бар. Чуть-чуть шығайын деп тұрады. Мынау бет чуть-чуть шығайын деп тұрған кезде, достар, қараңыз. Мына жаққа уже, мына жаққа кәдімгі білініп тұрады, сан жаққа ше. Мысалы, мына бір жағы ұршығы кішкене тайып, сондай дисплазия болып тұрса, шығыңқы болып тұрса да, мына жағы кәдімгі сырт көзге көрініп тұрады. Байқасаңыздар, сан жағы. Немесе бір аяғы кішкене бүйтіп қосқан кезде, бір аяғын қосасыңдар ғой, екі аяғын то есть, кішкене мынау бүйтіп көтеріліп тұрады. Бір аяғы ұзын, бір аяғы қысқа болып тұрады да. Айттым ғой, шаты ашылмаса да дисплазия, ұршығы жоқ болса дисплазия, ұршық жамбасының дисплазиялары. Осы бірнеше неге бөлінеді. Бұның бәрін сіз анықтауыңыз керек. Үй жағдайында анықтауға болады. Болжамалы диагноз қоюға болады дегенім ғой. Және де, қазір тағы да айтатын нәрсе, бұны былай неде екі сызық бар. Осыдан да анықтауға болады. Біреу ұзын, біреу қысқа болып тұрады. Ал төмендегі сызықтар не важный. Ал арт жағынан тоже сан сызығынан қарайсыз. Ал төмендегі сызықтар қатты не важный, қатты мән берудің қажеті жоқ. Бұл дисплазия неден пайда болады, достар? Дисплазияның туа пайда болатын түрі болады, және де жүре пайда болатын түрі болады. Туа пайда болатын ол іштен болады, точнасы анықталмаған, бірақ витаминдер, кальций жетіспегеннен және де дұрыс жамбаспен дұрыс жатпағаннан, сондайдан пайда болады іштен. Бірақ точнасы анықталмаған, неден пайда болады? Основной сол кальций, витаминдер, экология, дұрыс тамақтанбау деген сияқты содан пайда болады көбінесе. Бұны ал жүре пайда болатын түрі неден болады? Көбінесе бесікке таңертеңнен кешке дейін жатқызып қояды біреулер да. Бесікке таңертең жатқызып қояды. Сосын мысалы уже 6 ай, 7 айынан бастап ходунокқа отырғызып қояды біреулер. Одан да дисплазия пайда болады. Мысалы, мына ұршық уже 3-4 айында дамып бастайды, жайлап рентгенде көрінеді. Рентгенде 1 ай, 2 айында ол көрінбейді ұршық деген. 3-4 айынан бастап рентгенге түсіріп, сол кезде жайлап дамып бастайды. Ұршық енді дамып келе жатқан кезде баланың мысалы көп былай басқыза берсе, былай да, көп басқыза берсе, немесе тәй-тәй басқызып жүргізе берсе, ол ұршық дамымайды дұрыс. Дисплазия пайда болады тоже. Көп тәй-тәй басқыза берді, мен балам жүреді екен, тәй-тәй басады деп. Олай болмайды тоже. Жүре пайда болатын дисплазия да, осындайдан пайда болады. Ходунокқа отырғызып қойса, потом жаңа бесікке деп жатырмын ғой. Неге бесікке? Бесіктен де пайда болады. Таңертеңнен кешке дейін, немесе таңертеңнен кешке дейін болмаса да, көп жағдайда бесікте жатады да. Сондай балдар бар ғой. Ол мұнан аяғын қысып бастайды. Мысалда қатты қысып қояды. Содан мына екі жердегі екі сіңір бар ғой. Мына шаттағы. Осы сіңір тартылып қалады. Сіңір дұрыс дамымай қалады да, қатып қалады. Содан да мына шат ашылмайды до конца. 180 градусқа ашылу керек қой. Қазір өз қызыма жасап көрсетемін, тоже қалай анықтау керек деген сияқты да. Солай дисплазия, солардан не алады? Бұны кетіру жолдары, енді кетіру емі да. Емі, егер мысалы ұршығы жоқ болса, немесе ұршығы кішкентай болып тұрса, массаж плюс электрофорез
кальциймен арнайы дәрілер береді ортопедтер. Немесе парафин арқылы ұршығын өсіруге болады. Тек оған ғана сеніп қоймай, анасы балаға жаңа нелерін беру керек, тетрин, кальцин деген сияқты да, өзі назначение береді, не беру керектігін. Тек массажға сеніп қалуға болмайды, тек массажбен кетіп қалмайды. Сосын дисплазия кезде балада, жаңа айтып отырмын ғой, ұршығы жоқ немесе ұршығы кішкентай болып тұрса, оны тез өсірудің амалы жаңа массажын алып жатыр, физлечениесін алып жатыр, немесе парафинін алып жатыр деген сияқты. Бірақ сіз ондай жағдайда баланы бесікке жатқызып қойсаңыз, немесе тәй-тәй басып жүргізіп, қаданы қодырғызып қойсаңыз, ол өте қиын кетуі. Соның бәрін қадағалап сақтау керек. Көп енелер түсінбейді ондайда. Үлкен кісілер да, бұрынғының адамдар ғой. Оларға түсіндіріп айту керек, немесе күйеуіңіз мама осындай деп түсіндіріп айту керек. Түсінбейді да. Бұрын болмады ғой, бізде массаж болмады ғой дейді. Бұрынғымен қазіргін салыстырмау керек. Қазір экология, табиғи тамақ жоқ. Сол емі сол массаж, физлечение. Егер ұршығы чуть-чуть шығыңқы болып тұрса, мысалы да, ұршығы бар, бірақ чуть-чуть шығыңқы болып тұр, мына қатты шығып кеткен ғой, шығыңқы болып тұрса, массаж плюс жаңа подушка фрейка кигізіп қойса да, тез кетеді. Тез орнына қалпына келеді. Және де мына жаңа шаты до конца ашылу керек қой, 180 градусқа негізі да баланың да. Енді до конца болғанда нормально ашылу керек та. Бұған да қатты түрі болса, андай подушка фрейка кигізсе жақсы болады, тез ашылады. Сосын дисплазияның тағы мынандай түрі бар, айтпақшы, ұмытып бара жатырмын. Баланың аяғы мысалда совсем ашылады. Бос, қара. Былай не қыласың? Шпагатқа отырады ғой, біреген. Ол да дисплазияға жатады. Көрдіңіз ғой, сіңір уже оны қатайту керек массажбен. Қан айналым жақсарып, уқалап тұрып, кәдімгі элфкасын жасап тұрып, қатайту керек. Бос сондай балдар ғой, шпагатқа отырады аяғы. Ол да дисплазияға жатады. Солай, тағы не, ештеңе ұмытқан жоқпын ба? Дисплазияны айттым. Қазір өз қызыма жасап көрсетейін. Ханшайым, кел! Түсінбеген жерлеріңіз болса, маған WhatsApp-тан сұраңыздар, мынау не деп айтам ғой. Достар, мен міне үй жағдайында өзім қызыма көрсетіп отырмын. Кішкентай бала болмағаннан кейін сіздерге жасап көрсетемін. Ешқандай қиындығы жоқ, балаға общий массаж жасайсыздар. Бірақ мысалы қандай түрі дисплазияның, соған көбірек көңіл бөлесіздер. Мысалы, қазір біріншіден бастайын. Мысал ретінде шаты ашылмайды баланың. Мысалы да, оны үй жағдайында қалай анықтаймыз? Мысалы, өзіңіз болжамалы диагноз қойсаңыз болады. Баланың дисплазия бар жоғында. Бүйтіп, аяғын қосып қарайсыз, жаңағы айтқанымдай. Аяғын қосқанда бір аяғы шығып тұрады, бүйтіп, үлкен болып тұрады да. Бір аяғы былай неғып тұрады, екінші аяғы неғып тұрады. Егерде ұршық жамбасы чуть-чуть орнынан шығыңқы болып тұрса, немесе мына сан жағы былай шығып тұрады, міне. Сан жағы да бүйтіп сырт көзге көрініп тұрады. Және де мына екі шатындағы сызығынан да қарайсыздар, достар. Бір шатында сызығы ұзын болып тұрады, біреуі қысқа болып тұрады. Мына төмендегі сызықтарға қатты мән бермейсіздер. Түсінікті ғой да, потом кішкене былай анықтаймыз. Осылай да анықтасаңыздар болады. Аяқты осылай қойып, біреу ұзын, біреу қысқа болып тұрады. Егер осындай жағдайлар байқасаңыз, өздігіңізден диагноз қойып, ойбай, мынау дисплазия екен, ата-анасын қорқытып, бір 4 курс массаж алуым керек деген сияқты диагноз қоймайсың. Ондай сен құқығың жоқ өйтіп диагноз қоюға да. Ортопед маманына жібересіз. Ата-анасына айтасыз, мынада дисплазияның белгісі бар сияқты дейсің. Бар деп айтпайсың, бар сияқты. Для себе өзің үшін ортопед маманына қаратып алыңызшы, уақыт кетірмей. Чтобы ертең өкініп қалмас үшін дейсің да. Ата-анасы ана сөзден кейін, конечно, барып қаратады, өз үшін барып. Уақытысында бұны негізі 1 жасқа дейін кетіру керек дисплазия дегенді. 1 жасқа дейін 3-4 курс массаж береді. Тек жаңа айтқандай массажға ғана сеніп қалуға болмайды. Массаж, парафин, электрофорез, балаға D3, кальцийін беру керек деген сияқты дәрігер назначение береді ғой. Соны ата-анасы қадағалау керек. Тәй-тәй басқызып жүргізбеу керек, қаданы қотырғызбау керек, бесікке жатқызбау керек ондай жағдайда. Так, осылай анықтаймыз, достар. Және де былай айналдырып көресіз, былай айналдырасыз. Айналдырған кезде қытыр деген дауыс шықса, тоже дисплазия деген белгі. Қытырлаған дауыс шығатын жамбастан. Сосын былай ашып көресіздер. Ашқан кезде осылай нормальный ашылып тұру керек, мына енді үлкен ғой.
мына жерге дейін жерге тимесе де, қатты тимесе де, кішкене тиер-тимес болып ашылып тұрады. Ал егер бұлай орта жолдан тұрып қалса, мысалы да ашылмайды, значит, мына сіңірлерінде ақауы бар, дисплазия деген белгі. Бұны 3-4 курс массажбен кетіру керек. Ұршығы жоқ болса да білінеді негізі, балада ұршығы жоқ болса да, кәдімгі айналдырған кезде басқаша айналып тұрады, бүйтіп кәдімгідей ше, ештеңе жоқ сияқты көрініп тұрады да. Ал ұршығы бар бала кәдімгі спокойно айналады біткен кезде, кәдімгі от души айналады да. Ал ұршығы жоқ болса, немесе ұршығы жаңағындай бір аяғында ұршық бар, бір аяғында ұршық жоқ, ұршығы кішкентай болып тұрса, былай айналдырған кезде жібермей қалады бүйтіп, міне. Балаға неприятный болады. Айналмайды да, тұрып қалады бүйтіп. Көрдіңіз ғой, ондай жағдайда ата-анасына айтасың, ортопед маманына қарату керек. 3-4 айында рентгенге түсірсе болады. Рентгенге түсіріңіз деп сен айтпайсың ешқашан. Ортопед айтады. Ортопедке айтыңыз, рентгенге түсіріп, көп рентгенге түсіруге де болмайды да, зиян да ол. Сол үшін ортопед, травматолог әр нәрсенің өз маманы бар. Невропатолог, педиатр дегендер олар анықтай айтамайды олар. Біреулер айтады екен, дисплазия бар деп. Оны ортопедке жіберу керек қой, солар айтады, солар қарайды, өз маманы бар әр деңгейдің. Невропатологың дисплазия бар деп айтса, басты ауыртпа де. Ортопедке қарату керек. Солар анықтайды да, короче айтқанда. Солай анықтайсыз. Жаңа ұршық бар жоғын енді көзбен көрінбейді ол. Көзбен көрінбейді. Оны жаңа рентген арқылы анықтайды. 1 ай, 2 ай болса рентгенге түсіріп жүрмеңіз. Енді 3-4 айнан айттым ғой, 3-4 айнан бастап рентгенге түсірсе болады. Солай көрінеді сырт көзге. Сол бұған массаж жасаған кезде, мысалы бірінші ненің массажын көрсетейін. 2 шат ашылмаса, сіз қыздыруыңыз керек та, аяқты полный қыздырып, қан айналымын жақсартып, сіңірлерді қалпына келтіріп деген сияқты. Алдыңғы көрсеткендей общий массаж жасалады, достар, бірақ мына дисплазиясына көбірек мән бересіздер. Общий массаж жасаймыз, алдыңғы көрсеткендей 4 этап бойынша, бірақ дисплазиясына шаттарын жақсылап, памперсін алып тастайсыз ғой, сол кезде от души жасалады да. Шаттарын бәрін от души уқалайсыздар ғой, жақсылап. Неде сіңір өзі білініп тұрады. Балаға неприятный ұстаған кезде, уқалаған кезде. Бір аяғын былай ұстап алсаңыз болады, міне. Кішкене алыстан көрсет. Бір аяғын міне, чтобы саныңызбен да, ато өзіңізге мешет беру мүмкін да. И былай міне, санына жасайтын кезде былай ұстап аласыз. Міне, осылай сіңірді босатасыз ғой. Бірінші қыздырып аласыз, әптен қыздырып, кішкене сипалап. Потом бесіп, сандан жақсылап, недегі шатты ашуыңыз керек. Абайлап, жақсылап уқалайсыз. Өзіңізге қалай удобный, солай уқалайсыз ғой. Немесе мындай үлкен бас бармағыңызбен де уқалайсыз. Шаттағы сіңірді. Міндетіңіз, осы тартылып қалады ғой, осыны қалпына келтіру керек. Ешқандай қиындығы жоқ, балаға общий массаж жасалады, бірақ осы дисплазиясына көбірек мән бересіз шатына. Қазір ЛФК-сында көрсетіп өтемін, мұқият қараймыз. Шаттарын жақсылап. Мына бәрін уқалап аласыз, достар, уқалайсыз. Алдыңғы общий массаж көрсеткенде уқалайсыз. Бірақ мына жағына көбірек көңіл бөлесіз. Бір сөзді 2 рет қайталап атсам мән бермеңіздер. Мына видеоны қайталап түсіріп, ондай отқан жоқ, мен сразу тас бар білгенімді от души айтып атырмын. Вот осылай, мына шатында жақсылап жасайсыз, осы сіңірлерін от души уқалайсыз, бедеп тұрып. Қатты не қылмаңыз, көгеріп қалу мүмкін да. Абайлап, осы сіңірдің бойын уқалайсыздар ғой, шатты полный. 2 жағында уқалап аласыз. Потом осындай ЛФК-ларын жасаймыз, достар, міне. ЛФК-ларын. Осы тізесінен ұстаймыз, міне. 2, 3. 1, 2, 3. Негізі бұны ортопедтер айтады, бір 50 ретте қайталап өйстіп не алу керек деді. Өзіңіз жасап кетесіз ғой, потом ата-анасына да айтыңыз, үй жағдайында қосымша осы ЛФК-сын қайталап істесін, чтобы шаты тез ашылу мақсатында. Қосымша упражнение. Көрдіңіз ғой, ешқандай қиындығы жоқ. Міне, тізесін ұстап аласыз мына қолыңызбен де. Ата дұрыс не алмайды, жасатпайды. 1, 2, сосын қара, мына шатты ашамыз ғой. Ашқанда құрбейтіп ашып қоймаңыз. Міне, ашамыз, чуть-чуть басамыз. Көрдіңіз ғой, ашамыз, басамыз. Әкелеміз бұлай. Ашамыз, басамыз, әкелеміз. Басамыз дегенде қатты бүйтіп басып жүрмеңіз, ұршығын шығарып алып жүрмеңіз. Абайлап жасайсыз ғой, аккуратно. Ешқандай қиындығы жоқ.
осылай өстіп үйренесіз. Жай бастайсыз ғой. Өзіңіздің балаңызда осындай дисплазия болған жағдайда өстіп аккуратно жасайсыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Потом екінші аяғын. Осы шатты ашуын көбірек уқалайсыз, көбірек осындай элфкасына мән бересіз, чтобы шаты ашылу мақсатында. Көбінесе осы кездесіп жатады дисплазияның осы түрі, шат ашылмайды да көп балдарда. Егерде мысалда бұл шаты ашылмайтында, егер мән бермей, жасамай жүрсеңіз, балаға ешқандай зиян болмайды, жүреді, просто талтайып жүретін болады да. Көрдіңіз бе? Кетірмейтін болсаңыз. Сондықтан 1 жасқа дейін кетіру керек жүргенше. Бесікке жатқызбау керек бұл жағдайда. Бесікке жатқызбайсыз. Осылай жақсылап уқалайсыз ғой, жақсылап уқалайсыз, қыздырып тұрып, кәдімгі қан айналымын жақсарту керек қой. Кәдімгі бәрін уқалап, сіңірді босатып тұрып, жақсылап уқалайсыз. Уқалағаннан кейін барып алдын көрсеткенде общий массаж, сандан жақсылап сіңірлерін уқалайсыз, өстіп ашасыз от души. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Раз, два, три. Раз, два, три. Бұл шаты ашылмайтынға электрофорез, парафин деген бермейді ондай. Тек массаж, подушка фрейка беру мүмкін. Киім сыртынан кигізіп қоятын бар, Google'дан қарасаңыздар болады. Подушка фрейка, губка түрі именно. Арнайы енді дәрілерін D3, витамин деген сияқты оларды ұршыққа береді көбінесе. Ұршық жоқ болса, ұршық кішкентай болса. Көрдіңіз оғада өстіп жақсылап уқалайсыздар. От души. Общий массаж жасалады, достар. Естеріңізде осыны общий массаж жасалады балаға 1 жасқа дейін. Бірақ осыған көбірек мән бересіз. Көрдіңіз ода қандай массаж жасасаңыз да общий массаж жасалады. Кривошея ма? Кривошеяға да общий массаж жасалады. Алдыңғы айтқандай. Бірақ кривошеясына көбірек мән бересіздер. Енді егер ұршығы шыңқы болып тұрса, достар, ондай жағдайда енді массаж бермеуі мүмкін. Ұршығы шығып тұрса, первый, второй, третий степень деген бар енді. Жеңіл түрі, орташа түрі, ауыр түрі деген сияқты. Основной жеңіл, орташа түрлеріне массаж береді ғой. Ал ауыр түріне гипс береді, немесе шина тағып қояды аяғына. Мен бір балаға жасап жүрмін, жүреді ол бала. 1 жастан өткен да. Енді жеңіл түрі шығар, жеңіл түрі оңқы, жеңіл түрі массаж берген. Дисплазияда кету қиын да енді 50-50 шыны керекше. Тем более ол бала жүреді ғой. Ұршығы онша дамымаған. Сондықтан 1 жасқа дейін кетіру керек. Потом ұршықтың жоқ болуы достар. Ұршықтың жоқ болуы болса, мына жерге көңіл бөлесіздер. Міне 2 жамбасқа көңіл бөлесіздер. Жақсылап мұқият қараймыз. 2 жамбасқа. Сіздің мақсатыңыз ұршығын өсіру баланың. 2 жамбас жақсылап қыздырып аламыз, общий массаж жасаймыз. Бірақ 2 жамбасқа көңіл бөлеміз. Элфкаларын жасаймыз. Жақсылап уқалаймыз. Көбірек уқаласаңыздар, ұршықтың өсуіне жақсы көмегі тиеді, достар. Жақсылап көбірек уқалаймыз от души. Бетін ғана сипап қоймай, кішкене басыңқырап уқалайсыздар ғой. Кішкене басыңқырап уқалаймыз, жақсылап. Общий массаж жасаймыз, достар, қайталап айтамын. Алдыңғы 1-ші сабақтарда көрсеткенде общий массаж жасалады. Просто мен дисплазияны көрсетіп жатырмын да, именно жасалу жөнін. Общий массаж, потом бірақ дисплазиясына осы ұршығына жоқ болса, немесе ұршығы кішкентай болса, өзі рентгенде көрініп тұрады. Рентгенге түсіреді ғой. Солай алдыңызға келген кезде, мысалы, односторонний бір жағында ұршық бар, бір жағында ұршық жоқ. Мына жағына көбірек жасайсыз. Мысалы, ұршығы жоқ жағына да массаж жасайсыз, потом физлечение қояды балаға, физлечение қоясыз. Немесе арнайы массаж шақырып, өзіңіздің балаңыз болса да. Физлечениені кальциймен береді, арнайы өз дәрілері бар, достар. 1%, 5%, 10% деген сияқты өзі дәрілерімен береді физлечениені. Ол плюсті плюске құйып, ұршыққа өстіп жабыстырады. Арнайы электрофорездің сабағын көрдіңіздер ғой да, плюске құяды да, жаңағы ұршыққа қояды массаждан кейін. Массаж жасап болады, потом осылай қоясыз. Ол ұршықты өсіруіне көмегі тиеді. Көрдіңіз ғой, тек массаж ғана емес. Немесе парафин. Парафинді да 2 жағына қоясыз, 2 ұршыққа осылай жылытып, ертіп деген сияқты. Ол да ұршықтың өсуіне жақсы көмегі тиеді. Тек массаж емес та мұна. Ұршығы кішкентай немесе бір ұршығы бар, бір ұршығы жоқ болса,
солай тек массажға сеніп қана қоюға болмайды. Тек жамбасын ғана емес, мына жақтың бәрін жақсылап уқалайсыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Адам жасаған адам жасайды. Осылай уқалаймыз, достар. Сіздің мақсатыңыз мына уқалай бергеннен кейін бар ғой, екі жамбасты уқалай берсеңіз, мына жақтарын бәрін уқалайсыз, ұршығын өсуіне жақсы көмек етеді. Осы уқалағаннан. Мына жердегі жаңа айттым ғой, ұршығы кішкене шығыңқы болып тұрады біреулерде. Саны көрініп тұрады, бүйтіп шығыңқы болып тұрады. Осы жағына көбірек көңіл бөлесіздер деп тұрып. Сіздің мақсатыңыз ұршықты шығару, қалпына келтіру. Осындай әдістер қолдансаңыздар да болады. Ұрғылау, сипалау, ысқылау, уқалау, ұрғылау жүреді бұда да. Бел жақтан ұрып жүрмеңіздер. Бел жақтан ұруға болмайды, почка, бел опасный. Тек бұлшық еттен. Жамбастың бұлшық етін өстіп ұрғылап жүрсеңіз болады, массаж деп болған екен. Потом уқалап болған екен, осындай элфкаларын жасайсыздар. Міне. 1, 2, 3. Көрдіңіз ода? Абайлап жасайсыз, достар. Абайлап ұршығын шығарып алып жүрмеңіздер. Өзі дұрыстанмай тұрған нені. 1, 2, 3. Көрдіңіз ода? Сосын жасағанда да жаңағы мысалы, жаңағындай балдар бар дедік қой. Шаты шпагатқа отырады. Екі аяғына шығады. Ол да дисплазияға жатады. Сіңірдің босап кетеді, сіңірлер бос сапсем. Гипотонус балада. Оны да қатайтуыңыз керек. Жақсылап мына жамбасты, мына шаттарының айналасын бәрі қыздырып тұрып уқалайсыз. Души уқалайсыз. Жаңағыдай элфкасын жасайсыз, жамбастарын бәрін, шаттарының бәрін жақсылап уқалайсыз өстіп. Қыздырып тұрып, достар, қыздырып тұрып, души уқалайсыздар. Көбірек мән бересіздер. Жамбастарын бәрін бүйтіп тұрып уқалайсыздар ғой. Ешқандай қиындығы жоқ. Кәдімгі балаға общий массаж жасайсыздар, сол сияқты көбірек көңіл бөлесіздер. 10 күн жасалады, бір курс, достар, 10 күн жасалады. Примерно бір 15-20 минуттай жасайсыздар ғой. 20 минуттай жасай беріңіздер. Дисплазиясына көбірек көңіл бөлесіздер, да. Сосын не ғой? 10 күн жасайсыздар. Балаға массаж 10 күн жасайсыздар. Потом, егерде бала уже 7-8 ай, мысалы да, 8 ай уже, 4 курс алу керек балаға. Ондай жағдайда 10 күн жасайсыздар. Тағы 1 апта или 10 күн демалдырасыз, 10 күн демалдыра беріңіз тағы. 10 күн демалдырасыз, и тағы да екінші курсын бастайсыз. 10 күн демалдырасыз, екінші курсын бастайсыз. Солай тоқтамай жасай беруге болмайды да. Бірақ жаңа элфкасын мамасы үй жағдайында қосымша жасай берсе болады. Ашып та. Егерде уже 4 айлық, 3 айлық, 4 айлық болса, арасын 15-20 күн немесе 1 ай демалдырып алса да болады. Мысалы ортопед айтады, көреді, маған 4 курс алып 8 айында кел, немесе 9 айында кел деген сияқты да. Сол уақытқа дейін кетіру керек та, сіздің мақсатыңыз дисплазияны. Осылай осы элфканы көбірек қолданасыздар ғой, міне осыны. Мына шаты бос болады кейбіреулерде, кәдімгі шпагатқа отыратын балдар ше. Жақсылап уқалайсыз, уқалағаннан кейін барып осындай элфкасын жасайсыз. Қыздырып тұрып уқалайсыз, потом элфкасын осылай ашып тұрып. Жақсылап міне. 1, 2, 3, 1. Осылай сап тұрып. 2, 3, 1, 2, 3. Потом осындай біреу міне. 2 тізесін қосамыз, достар. Міне. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Массаж элфка жүреді бұда, достар. Массаж элфка жүреді, обязательно. 1, 2, 3. Шат ашылмайтын болса, шатын көбірек уқалаймыз. 2 шатты көбірек уқалайсыз. Осы сіңірді босатуыңыз керек. Тырысып тұрған, қатып қалған сіңірді. Сіздің мақсатыңыз. Сол ешқандай қиындығы жоқ. Осылай 4 курстан кетірсеңіздер болады. Бүгінгі сабақ осы. Келесі сабақта жолыққанша.